Сөйтіп паспортымды жоғалттым деп елшілікке хабарластым. Елшілік көмектесіп жіберуге дайынбыз, келіңіз деп. Мен ойлап қоям, үйдегілерге хабарласып қойдым. Болды, елшілікке хабарластым, мен ертең жаңа паспортпен келетін болдым деп. Өтте бір романтикалық көзқараспен айтқан екем. Себебі бұл бір күнде емес, 2 күнде емес, кемі бір аптада шешілетін мәселе екен. Сөйтіп елшілікке хабарлассам, полицияға барасыз, Фукок қаласының полициясына. Ол жақтан паспорт жоғалттым деген хат алып келесіз дейді. Арыз жазасыз. Арыз жазасыз, паспорт жоғалттым деген. Сол кезде бүкіл Вьетнам социалистік республикасының ішкі жан дүниесімен толық таныстым. Вьетнам қандай екен. Себебі отельде менің көрген өмірім ол картина екен, ол бутафория екен, ол жоқ ондай өмір. Ол утопия. Кәдімгідей отельден 10 километр ары шыққаннан кейін нағыз Вьетнам қандай екенін сол кезде сездім. Бір жағынан ұнады, себебі халқы бөлек екен Вьетнамнан. Таксиге отырдым. Халқы негізі тайландстар екен десе. Тай халқы екен дей ме?